кәдімгідей отырып алып уайымға салынбаңыздар. Өйткені бұл уайымға салыну сізді неден құтқармайды? Қарыздан құтыламайсың сен. Өйткені мына ми, мына біздің басымыздағы ми, қашан уайыммен бұлай битіп загрузеп тұрған кезде сен шығатын жолды көре алмайсың. Шығатын жолды көру үшін мына ми өзің жұмысының функциясын атқару керек. Мысалға, неге шариғатта ашуланып тұрған кезде үкім шығарма дейді? Мысалы, қазилар, қази деген сот кәдімгі. Біреудің соты жүріп жатқан болса, сөйтіп ана жердегі сот қази кәдімгі эмоцияға беріліп, былай дауыс көтеріп, ана жердегі қылмыстың енді естіп жатыр ғой не істегенін. Кәдімгі ашуға берілсе, шариғат бойынша үкім шығарма дейді. Бол бүгінгі тоқтатыңдар осымен дейді. Бол тарат бәрін дейді. Кейінге қалдыр дейді сотта. Келесі тағы да әңгіме барысына сөйтіп жаңағы сот тағы да ашуға беріліп кетсе, тағы тоқтатыңдар дейді. Қашан ол кісі ашуға берілмей, осылай қалыпты жағдайда тұрғанға дейін бұл жалғаса береді бұл процесс. Неге? Өйткені адам уайыммен, қайғымен тұрған кезде ми жұмыс жасамайды. Дұрыс үкімді шығара алмайды. Соны Расулаллах айтады, сен уайым қайғыны тоқтат бірінші деді Расулаллах. Және Алладан соны көмек сұра, Алла мені мынау басымдағы уайым қайғыды сейілтші маған деп соны Алладан сұра дейді.